Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз үй жағдайында етті жұмсақ қылып пісірудің рецебін көретін боласыздар. Енді менде мына жерде 1 килограмм сиырдың еті. Енді сиырдың етін үлкен қылып төртбұрыштап тураймыз. Мына жердегі шандырларын алып тастайық. Осындай көлемде турап шығамыз. Барлығын осындай мөлшерде қылып тураймыз. Барлығын осылай турап, енді осыны табам менде. Қазанға да болады салсаңыздар, іші құрғақ болу керек. Енді осының ішіне еттерімізді салып шығамыз. Еттеріміздің бәрін салып шығайық. Енді келесін. Мына жерде 5 сарымсақ, бір келі етке 1 келі сарымсақ, пияз қосасыздар. Енді пиязды да осындай домалақ қылып турап шығамыз. Домалақ қылып турауға да болады, ұзын жақ қылып та турауға болады. Пиязымызды міне осылай турап шығамыз. Енді жаңағы етіміздің үстіне осы пиязымызды жинап қойып шығамыз. Барлық пиязымызды осылай салып шығасыздар. Енді осының үстіне сары майымызды қойып шығамыз.
маймызды қойып, осы етіміздің үстіне 1 стакан жылы суымызды құйып шығамыз. Енді 1 стакан жылы суымызды құйған соң, осы етіміздің бетін жауып, 1-2 сағатқа ақырын отқа қойып қоямыз. Етіміз пісқанша, менде мына жерде 5-6 картоп. 5-6 картопты суға пісіріп аламыз да, енді картопымызды езіп аламыз. Қазір етіміз пісқанша, осыдан картоптан еттің жанына қойғанға жасаймыз. Езілген жәнегі картопымызды ыдысымызға салып алайық. Енді осы картоптың үстіне кішкене 1 жарты қасық, жаңа пісқанда да тұз салғам, тағы 1 кішкене жарты қасық. Тұзды дәміне қарай саласыздар. Тұз саламыз. Мына жерде менде 1 үлкен ас қасық ұн сап жүреміз. Келесі 1 ас қасық крахмал. Жерде менде картофельный крахмал. Енді осының бәрін жақсылап араластырамыз. Картопымызды осылай жақсылап араластырып алдық. Енді осы картопқа менде мына жерде сыр, ірімшігім бар. Ірімшік, мынау панировочный сухар дейді, кептірілген нан. Енді осыған картопымызды қолымызға алып, осылай картопты алып аламыз да, бірді сырт салып, томалақтап, панировочный сухарға жақсылап араластырып, түсіп қоямыз. Тағы да осылай картопымызды алып, жайып аласыздар да, ортасына 1 сырымызды салып, томалақтап, жақсылап. Енді осыны кептірілген нанымызға аунатып аламыз. Кептірілген нанымызды аунатып қойып қоямыз. Барлық картошкамызды осылай домалақтап, кептірілген нанға аунатып алдық. Енді майымызды қыздырып қуырамыз. Енді майымыз қызыды. Шариктарымызды сала бастаймыз. Енді қуырылып болды. Бұндай шараларымызды аламыз. Осып қызартып қуырып шығарасыздар. Картоптан піскен шаригіміз дайын болды.
Қазір ыстық. Сыры осылай езіліп, дәмді болып шықты. Етіміз жаңағы пісті. 2 сағатта қарап көрсеңіздер, жұмсақ. Мынандай болып, жұмсақ болып пісті. Сарымсағы бетіндегі пиязы бәрі езіліп, өте дәмді болып. Жаңадағы картопымызда сыры езіліп, осымен бірге жеулеріңізге болады. Видеомда көрген рецебім ұнап жатса, менің қазақша каналымды қолдап, лайк басып, подписка жасап, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.